Нөмірі 1. Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжі. Қашықтықтан оқыту. Практика түрі байқау және бақылау практикасы. Практика жетекшісі Молдахмет Эльвира Болатқызы. Практикант Бердіханова Қаламқас Мұратқызы. Сыныбы 2 Б сыныбы. Пәні математика. Тақырыбы құрама есептер шығару. Мамандығы бастауыш білім беру, ал біліктілігі ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты санды бірнеше есе арттыру, кемітуге, еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыру және салыстыру. Ал бағалау критерийлері санды бірнеше есе арттыру, кемітуге, еселік салыстыруға берілген есептерді талдап шығаруды үйренеді. Екінші, кері есептерді құрастыру және салыстыру екенін түсінеді. Сәлеметсіңдер ме балалар, барлықтарыңа қайырлы күн. Здравствуйте, ребята. Hello, children. Have a nice day. Олай болса, балалар, келесі ой ширату, яғни бірінші тапсырмамыз оқып көрейік. Автобуста 27 адам болды. Аялдамадан 10 адам түсіп қалды. Неше адам автобуста қалды? Балалар, барлығымыз бірге жауабын айтып көрейікші? Иә, дұрыс айтасыңдар. Яғни 27 азайтылған 10 тең 17 адам автобуста қалды. Келесі тәтті мақта 45 теңге, ал мұз кәмпит 20 теңге тұрады. Гүлнар тәтті мақта мен мұз кәмпит сатып алуға неше теңге төледі? Дұрыс айтасыңдар, қосу амалымен орындаймыз. Яғни 45 қосылған 20 тең 65 теңге төледі. Яғни балалар, бұл есептерді біз қанша амалмен шығардық? Дұрыс айтасыңдар, бұл есептерді біз бір амалмен шығардық. Балалар, келесі тапсырмамызды бірге оқиық. Дүкенде 12 килограмм карамель және 16 килограмм шоколад кәмпит болды. Балалар мерекесіне 4 килограмм кәмпит сатылды. Дүкенде қанша килограмм кәмпит қалды? Балалар, бұл есепті қанша амалмен шығарамыз деп ойлайсыңдар? Өте дұрыс айтасыңдар балалар, әрине 2 амалмен шығарамыз. Олай болса, бірге шығарып көрейік. Бірінші амалымыз жалпы барлық кәмпитті білуіміз керек, яғни 12-ге 16-ны қосамыз, тең 28 килограмм. Яғни дүкенде барлығы неше кәмпит болғанын біліп алдық. Келесі жалпы санынан сатылған кәмпитті азайтамыз. 28 азайтылған 4, тең 24 килограмм кәмпит қалды. Балалар, олай болса, бұл есептің жауабы дүкенде 24 килограмм кәмпит қалды. Яғни балалар, 2 амалмен шығарылатын есептерді құрама есеп дейміз. Олай болса, ережесін оқып көрейік. 2 немесе одан да көп амалмен орындалатын есепті құрама есеп дейміз. Құрама есепті шығару үшін оны жай есептерге жүктеу керек. Олай болса, балалар, келесі сөздікпен жұмыс жасайық. Бірге айтайық. Яғни құрама есептер бүгінгі біздің сөздік терминімізді 3 тілде айтып көрейік. Бірінші құрама есептер. Екінші комбинированный расчет. Үшінші combined reposts. Балалар, келесі біздің тапсырмамыз есептің шартын оқы. Есепке сұрақ құрастырып, есепті шығар. Олай болса, берілгенін бірге оқиық. Аспалы жолмен жүретін бір кабинаға 8 адам сыяды. Серуенге 24 бала, олардан 3 есе кем ересек адамдар келді. Ал дескрипторы есептің шартын оқыды, есепке сұрақ құрастырды, есепті шығарды. Балалар, сіздер бұл есепке қандай сұрақ қойдыңыздар? Дұрыс айтасыңдар, бұл есепке барлық адамдарға қанша кабина қажет деген сұрақ қойылады. Олай болса, есептің шартын құрып, бірге шығарып көрейік. Және де балалар, айта кететін болсақ, бұл есептің шартын мынадай қысқа сұрақтар арқылы білуге болады. Біріншісі, кабинаға неше адам сыяды? Екінші, серуендеуге қанша бала келді? Үшінші, ересек адамдар қанша екені белгілі ме? Төртінші, қанша кабина қажет екенін бірден таба аламыз ба? Міне балалар, қысқа сұрақтың арқасында шартын құрып көрейік. Бір кабинада 8 адам, барлық бала 24, ересек 3 есе кем, яғни біз бір кабинаға қанша адамнан қажет екенін білуіміз керек. Шешуін бірге шешіп көрейік. 24-ке 3-ті бөлеміз, яғни 8 ересек адам. Келесі амалымыз 24 қосу 8, барлығы 32.
ал сосын 32-ні 8-ге бөлеміз. Тең 4 кабина. Яғни барлығы 4 кабина қажет. Сонымен қатар балалар, сіздер өздеріңізді қол шапалақтау әдісімен бағалай аласыздар. Балалар, келесі қол жуу атты өлеңмен кішкене болсын сергіп алайық. Қолым лас, үйге барып сабынмен жақсылап жуайын. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі, ақ көбетке малып. Жасыл қызыл ағын, қолдан әбер бәрін, жуынғанда дәйім, қолда тұрсын сабын. Қиын емес дымда, тазалық бар мұңда, таңда түсте кеште, қол жуудан тыңба. Өнеңдесең гүлдеп, осыны қыл міндет, тазалық бар жерге, жоламайды індет. Жасыл қызыл ағын, қолдан әбер бәрім, жуынғанда дайым, қолда тұрсын сабын. Жасыл қызыл ағын, қолдан әбер бәрім, жуынғанда дайым, қолда тұрсын сабын. Қолымыз тап-таза болды. Балақай, қолды жиі жуу керек. Серуеннен келген соң, тамақ ішер алдында, дәретханадан шыққан соң, осы оңай ережелерді күнде орындасақ, деніміз сау болады. Дұрыс айтасың, тазалық, денсаулық кепілі. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіздер жетістік баспалдағы арқылы мынадай ұсыныстарды бағалап кетсеңіздер. Жақсы түсіндім, немесе сұрағым бар, және де мүлдем түсінбедім деп өз ойларыңызды айта кетсеңіздер. Балалар, бүгінгі сабағымыз өте жоғары деңгейде өтті. Қош, сау болыңыздар, келесі кездескенше. Goodbye, children. See you later.